Қазақстандықтар банктерден ай сайын 1 миллиард доллар несие алады. Қарыз артып, табыс азайып жатыр. Кредиттік амнистия кімдер үшін жасалуы тиіс? Экономистер талқысы сәлден соң. Ал елдегі сайлау науқанында қандай өзгерістер бар? Партиялар саяси додаға неге санаулы ғана кандидат ұсынып отыр? Ақша жоқ па, талап жоқ па? Алдағы 10 минутта осы тақырыптарды тарқатамыз. Эфирде бриф түйін және мен Нұридин Бидосов. Бастайық. Елдегі 6 саяси партияның барлығы сайлау додасына жіберілетін болды. Осы аптада алғашқыларының бірі парламенттік сайлауға қатысатын кандидаттарын орталық сайлау комиссиясына тіркеді. Ол Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы. Саяси науқанда 19 адам бақ сынақ алып отыр. Оның арасында 4 әйел, 2 жас бар. Барлық партия осы талап бойынша кандидаттарын іріктеген. Ақжол партиясы 38 адамды ұсынып отыр. Адал партиясынан да 19 адам саяси додаға түседі. Нұр Отан партиясы праймеризден өткен 77 үміткерін бекітті. Ал партия атауын Қазақстанның халықтық партиясы деп өзгерткен коммунистер 125 адамды ұсынып отыр. Оның ішінде 36 әйел, 9 жас бар. Кандидаттарды орталық сайлау комиссиясына тіркеу үшін 10 қаңтарға дейін уақыт бар. Осылайша партиялардың бірі 20 адам ұсынса, екіншісінде кандидаттар саны 5 есе көп. Бұл партиялар құрамында саяси додаға түсер лайықты тұлғалардың тапшылығы ма, әлде алдын ала әзірленген жоспар бар ма? Саясаттанушылар кандидаттыққа санаулы адам ұсынуды саяси қателік деп санайды. Шындығында парламентке түскен уақыттарда партиялар сол жердегі орынның бәрін аламыз деп түсетті. Мысалы, бәйгеге ат қосқан уақыттарда ешкімді менің атым 7-ші болып келеді деп қоспайды ғой. Менің атым 1-ші болып келеді дейді міндетті түрде. Менің ойымша бұл үлкен бір жағынан саяси қателік. Не дейді, адам бөрі арығын білдірмес дейді ғой, итке жинау қомпайтар. Кез келген партия тіркелдік дегеннен кейін барып, осы парламентті мен алам, сол парламентті алғаннан кейін мынандай заңдар қабылдаймын деп шығады. Кандидат болу үшін қомақты қаражат қажет. Оған себеп осы да болуы мүмкін. Саясаттанушылардың бірі ауылдағы ағайын саяси науқаннан хабарсыз екенін айтса, қаладағылар барлығы алдын ала кесіп пішілген деп сенімсіздікпен қарайтынын айтады. Тыңдайық. Кім өтіп кетеді екен? Кімді өткізеді екен? Билік кімді таңдайды екен дегендей мәселеге көбірек бүйрегі бұрып тұр. Бұның өзі сол ескі бір сарыннан. Біз еш нәрсе сезбейміз. Солар алдын ала сценаристері өздігін жасап алады деген дүниеге келіп саяды. Меніңше осындай бір көзқарасты сол совет заманынан келе жатқан бір сайлау, бұл формалды дүние ғана, формалды бекіте салу ғана. Ал билік қалай болса солай өзі шешеді деген осындай ұстанымнан ең алдымен қоғам өзіміз арылуымыз керек. Әрине, демократия бір күнде орнай қоймайды. Тіпті демократияның үлгісін көрсетіп келген ақш-тағы сайлаудың өзінде заң бұзушылықтар болғанын естіп біліп жатырмыз. Дегенмен, қазіргі парламенттік сайлауда партия атауларының қайта жаңғырғаны, кандидаттар тізімінің жасарғаны, жаңартылғаны, мұның барлығы оң өзгерістердің нышаны. Саясаттанушылар осындай баға береді. Жарқын, елді елең еткізер популистік мәлімдеме жасап, кандидат болуға тырысудың өзі тәжірибесіздікті көрсетсе де ұмтылысты, өзгерісті байқатады деп санайды. Сондай бір мәлімдемелердің бірі елдің көңіліне жаға кеткен несиелік амнистия. Осы тақырыпты қанша талқыласаң, жұртта сонша тыңдауға дайын. Өзіміз артқан жүгіміз жеңілдейді деген үмітіміз өшпейді. Осы аптада бұл тақырып қайта көтерілді. Оның өзекті болуына сарапшылар 2 себеп бар дейді. Алдымен несие уақытын 3 айға шегеру мерзімі аяқталды. Екіншіден, корона кризистің кесірінен жұрттың кірісі азайып, жұмыссыздық жайлап тұр. 2019 жылға амнистияны жүргізгенде мен оны қолдадым. Өйткені одан кейін табысы аз тұтынушыларға несие беруге тыйым салынды. Мақсат қарызданып қауғаланған кедей халықты несие батпағынан алып шығу болды. Ал қазір рақымшылық жасалатын болса, несиесін төлегісі келмейтіндер үшін сыйлық болғалы тұр. Экономистер зерттеуінше, былтырғы жылдың 2-ші тоқсанында, яғни кредиттік амнистия жасалмай тұрып, мерзімінде өтелмеген несиелер 5,5%-ды құраған. Мамандар осыны ескере отырып, және жалпы ішкі өнім көлемі төмендейтін болса, ал оны ұстап тұру үшін амнистия жасауға 100 миллиард теңге қажет болады деп отыр. Айдархан Құсайынов мұның жеткілікті екеніне келіседі, бірақ ол кезде халық пен билік қарым-қатынасы дұрыс болмайды деп санайды.
Ал тағы бір сарапшы, өткен жылы жасалған амнистия қысқа мерзімде тиімділігін бергенімен жұрттың несиелік міндеттерін өтеуге деген жауапкершілігін арттырған жоқ деп отыр. Снижение в прошлом году просрочки благодаря кредитной амнистии. Мемлекеттің банктер ісіне араласып несиелік рақымшылық жасауы бұл жүйеге тиімділік бермейді. Өйткені банктердің тәуекел менеджментін жақсартуға деген ынтасынан айырады. Бұл тұтынушыларды да бұзады. Ол кезде азаматтар қолда бар қаражатына өмір сүрмейді. Бұл адамның осыны қайталап, жауапкершілікті басқа салық төлеушілердің мойнына арта салуына келеді. Бұл акцияға кімдер ілігуі керек? Ең бастысы осыны анықтау керек. Сараптау тобының басшысы Ерлан Смайылов табысы мен зейнетақы аударымдарын жасап отырғандарды қолдау қажет дейді. Сондықтан қызу түсіретін шара ретінде амнистияны қажет деп санайды. Әсіресе шағын және орта бизнеспен айналысатындар үшін. Может быть, тогда лучше помочь здесь. Салықтық несиелік міндеттемелерін орындап келген шағын және орта бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге жасалуы керек. Олар тұрақты жұмысы барлар. Оны кредиттік тарихтан, декларациядан қарауға болады. Міндеттерін орындап жұмыс істеуге құлшынысы барларды қазір қолдамасақ, жұмыссыздар қатарына енеді. Сондықтан нақты қандай критерий қойылатынын анықтау керек. Ал бірнеше кредит алып, өте алмай жүргендерді банкрот деп жариялау қажет. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының ковидке дейінгі зерттеу нәтижесі жақсы емес. Халықтың шамамен 50% табысының 4/1,5 бөлігін азық түлікке жұмсайды. Ал аяқ асты қаражат қажет болғанда жұрттың 45% несие алуға тырысатындарын айтқан. Сондықтан экономистер азаматтардың табысын арттыру жолдарын қарастыру қажет деп санайды. Бірақ бұл амнистия сияқты емес, ұзақ уақытты қажет ететін көрінеді. Проблема-то на самом деле макро. Бұл жерде макроэкономикалық проблема бар. Халықтың табысы аз, кедейленіп жатыр. Сондықтан науқастанғанда, садақа жасағанда тағы сол сияқты жоспардан тыс шығыс болғанда жаппай несие алуға ұмтылады. Кірістің аздығы кедейлік проблемаларына келеді. Табысы аз халық саны артып барады. Сондықтан несиелік амнистияға емес, осыған мән беру керек. Халықтың кірісін арттыру мәселесі шешілу керек. Сарапшылардың айтуынша 2015 жылдан бастап халықтың табысы азая бастаған, ал несие саны артып барады. Ай сайын банктерден алынатын тұтынушылық несие көлемі 1 миллиард долларды құрайды. Бұған қаржы өнімдерінің қол жетімді болуы ықпал етіп отыр. Ал табыстың жартысы азық түлікке жұмсалады. Экономистердің бірі мұндай жағдай 90-шы жылдары болған еске түсірді. Атамекен бизнес арнасына эксклюзивті сұхбат берген қаржы министрі елде жалақысы жоғары азаматтардың саны 5% деп отыр. Қазір статистикаға көңіл бөлсек, сол жалақысы үлкен деген адамдардың үлесі бұл 5%-дан аспайды. Үлкен жалақы қанша болады? 500-600 мың теңгеден асатын. Тұтыну кредиті бойынша біз енді әлемде бірінші орында мемлекеттердің біреуі шығармыз. Ол деген қаржылық сауаттылықтың жеткіліксіздігінен деп ойлаймын бірінші кезекте. Жеке тұлғаларды банкрот деп санау туралы заң қабылдау қажет. Экономистер мұны мәселенің тағы бір шешімі деп біледі. Дәл қазір оңтайлы сәт туып тұрған кезде, яғни пандемия мен сайлауды ұтымды пайдаланып, мәселені шешіп алуға болады деп отыр. Бүгінгі айтпағымыз осы. Бриф түйінді Атамекен бизнес арнасының YouTube парақшасынан да көре аласыздар. Лайық болса, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Жексенбіде жолыққанша.